Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? Құлажанов атындағы Қазақ технология және бизнес университеті экономика және басқару кафедрасының сеньор лекторы Әбдіғалиева Лиззат Сағынғалиқызы тәуекелді басқару курсының келесі тақырыбын ұсынады. 6-шы тақырып қаржылық төлем қабілетсіздігі және қаржылық дағдарыстың даму динамикасы. Қаржылық төлем қабілетсіздігі бұл кәсіпорынның немесе жеке субъектінің өз қаржылық міндеттемелерін уақытылы орындай алмауы, яғни қарыздарын, несиелерін, салықтарын немесе басқа төлемдерін өтей алмау жағдайы. Қаржылық төлем қабілетсіздігі бұл кәсіпорынның, қаржы институтының немесе мемлекеттің өз міндеттемелерін уақытында орындай алмауы. Бұл жағдай қысқа мерзімді өтімділік тапшылығынан бастап толық банкроттыққа дейін кең спектрді қамтиды. Төлем қабілетсіздігі жеке экономикалық субъектілердің мәселесі ғана емес, ол жүйелік дағдарыстардың басты себептерінің бірі болып табылады. Бір ірі ұйымның төлем қабілетсіздігі домино эффектісін тудырып, бүкіл қаржы жүйесіне әсер етуі мүмкін. Төлем қабілетсіздігі бұл кәсіпорынның немесе жеке тұлғаның өз қаржылық міндеттемелерін уақытында және толық көлемде орындай алмау жағдайы. Ол әртүрлі формада көрініс табады, сондықтан оны түрлерге бөліп қарастыру қаржылық талдауда өте маңызды болып келеді. Енді төлем қабілетсіздіктің негізгі түрлеріне тоқталайық. Ол уақытша төлем қабілетсіздік, яғни бұл ең жеңіл түрі болып саналады. Кәсіпорынның активтер жеткілікті, яғни қысқа мерзімді қолма-қол ақша жетіспейді дегендей. Одан кейін тұрақты төлем қабілетсіздік, бұл жағдайда кәсіпорынның қаржылық жағдайы ұзақ уақыт бойы нашарлайды. Одан кейін абсолюттік төлем қабілетсіздік, бұл кәсіпорын барлық міндеттемелер орындауға толық қабілетсіз болады. Одан кейін жасырын төлем қабілетсіздік, бұл кәсіпорынның сыртқы көзге тұрақты көрінеді, бірақ ішкі қаржылық қиындықтары бар. Одан кейін техникалық төлем қабілетсіздік, бұл дебиторлық және кредиторлық қарыздардың уақытша сәйкестігінен туындайтын. Одан кейін заңды, яғни ресми төлем қабілетсіздік, бұл сот арқылы ресми түрде танылатын жағдай болып табылады. Жалпы төлем қабілетсіздігінің түрлері кәсіпорынның қаржылық жағдайының әртүрлі деңгейін көрсетеді және уақытша техникалық түрлері басқару арқылы түзетілуі мүмкін болса да, тұрақты және абсолюттік түрлері осы күрделі дағдарысты білдіреді екен. Сондықтан ерте кезеңде анықтау, яғни банкроттықтың алдын алудың ең тиімді жолы болып табылады. Төлем қабілетсіздігінің себептері бұл ішкі факторлар. Олар тиімсіз менеджмент және стратегиялар қателері, шамадан тыс қарыз алу және қаржылық тәуекелдерді бағаламау, яғни өндірістік шығындардың өсуі, бұл ішкі факторлар. Келесі сыртқы факторлар, олар экономикалық конъюнктураның нашарлауы, нарық сұранысының төмендеуі, бәсекелестіктің күшеюі және технологиялық өзгерістер болып табылады. Одан кейін жүйелік факторлар, оларға банктік жүйедегі несиелік қысу, валюталық тәуекелдер мен инфляция, қаржылық нарықтағы тұрақсыздық жатады екен. Төлем қабілетсіздігінің даму кезеңдері, ол жаңағы жасырын кезең деп айттық. Ол қаржылық проблемалар пайда бола бастайды, бірақ сырттай байқалмайды. Яғни өтімділік коэффициенттері біртіндеп нашарлайды екен. Одан кейін өткір кризис, ол төлемдер тоқтатылады. Кредиторлармен қарым-қатынас күрт нашарлайды, активтерді сұрыпталған өткізу басталады. Одан кейін дағдарыс алды, ол төлем мерзімдерін ұзарту қажеттілігі туындайды, яғни несие рейтингті төмендетеді. Шешім қабылдау, бұл банкроттық рәсімі немесе қайта құрылымдау процесі іске қосылады, стратегиялық шешімдер қабылданады. Қаржылық дағдарыс, бұл қаржы нарықтарындағы банктік жүйедегі немесе валюталық салалардағы күрт және кең ауқымды бұзылыстар. Ол жүйелік тәуекелдердің іске асуы нәтижесінде пайда болады. Жалпы қаржылық дағдарыс бұл кәсіпорынның немесе экономикалық жүйенің қаржылық тұрақтылығының күрт нашарлауы, яғни төлем қабілеттілігі
төмендейді, шығындары өсіп, табыстар азаятын жағдай. Ол уақытша қиындықтан бастап толық банкроттыққа дейінгі әртүрлі деңгейлерде болуы мүмкін. Жалпы қаржылық дағдарыстың мәніне тоқталайық. Бұл жерде қаржылық дағдарыс кәсіпорынның ақша ағындарының бұзылуымен, міндеттемелердің артуымен және ресурстарды тиімді пайдалана алмауымен байланысты. Бұл жағдай басқару қателіктері мен сыртқы экономикалық факторлардың әсерінен туындайды. Қаржылық дағдарыстың түрлері. Жалпы қаржылық бірінші түрлеріне тоқталмастан бұрын жалпы қаржылық дағдарыстың негізгі себептерін атап өтейік. Бұл ішкі себептер бойынша, яғни қаржылық жоспарлаудың әлсіздігі, шығындардың бақылаусыз өсуі, тиімсіз инвестициялар, шешімдер басқару жүйесінің әлсіздігі, активтерді дұрыс пайдаланбау, бұл ішкі себептер болып табылады. Одан кейін сыртқы себептер нарықтағы сұраныстың төмендеуі, яғни бәсекелестіктің күшеюі, инфляция деңгейінің өсуі, валюта бағамының өзгеруі және мемлекеттік саясаттың өзгеруі, бұл сыртқы себептер болып табылады. Жалпы қаржылық дағдарыстың түрлері енді мінекей көрсетіліп тұр. Бұл жерде жалпы кезеңдеріне де айтуға болады. Бұл бастапқы кезең, тұрақсыздық кезең және дағдарыстың тереңдеуі, банкроттылыққа жақын кезең деп бөлінеді. Жалпы түрлері алдымызда жазылып тұр. Банктік дағдарыс бұл депозиттерді кредиттен алу, яғни банктің өтімділігінің тапшылығы. Одан кейін валюталық дағдарыс деген бар екен. Бұл валютаның күрт құнсыздануы немесе валюталық резервтердің таусылуына байланысты. Одан кейін мемлекеттік қарыз дағдарысы, бұл жалпы мемлекеттің сыртқы немесе ішкі қарыздары бойынша осылай дефолт жариялауы болып табылады. Одан кейін қор нарығындағы дағдарыс, жалпы акциялар мен басқа да бағалы қағаздардың бағасының күрт құлдырауы осы қаржылық дағдарыстың негізгі түрлері болып табылады екен. Жалпы дағдарыстың пайда болу механизмдері жаңағыда айтқандай сыртқы немесе ішкі себептер бойынша, яғни бұл жерде паникалық сату дейді, жұқпалы эффект дейді, жалпы актив көпіршігінің қалыптасуы, теріс спираль, бұл яғни дағдарыстың пайда болу механизмдеріне жатады. Бұл әсіресе жаңағы айтып отқандай ішкі және сыртқы себептеріне болады екен. Келесі ірі қаржылық дағдарыстың хронологиясына тоқталайық. 1929-1933 жылы бұл депрессия, яғни ақш-та қор нарығының құлауы, әлемдік экономикалық дағдарыс болған екен. Жалпы ішкі өнім 30%-ға қысқарды және жұмыссыздық 25%-ға жетті. Одан кейін 1973 жылы мұнай бағасының 4 есе өсуі, яғни бүкіл өнеркәсіптік әлемде экономикалық рецессияға пайда болған. Одан кейін 1997-98 жылдары Азиялық дағдарыс, яғни Таиланд, Оңтүстік Корея, Индонезия валюталарының құлауы. Одан кейін 2008-2009 жылдары жаһандық қаржылық дағдарыс, бұл ипотекалық дағдарыс пен Lehman Brothers'тың банкроттыққа ұшырауы әлемдік экономикаға рецессияға түседі. Одан кейін 2020 жылы COVID-19 пандемиясы, жалпы карантиндік шаралар салдарынан ауқымды экономикалық құлдырау болған. Мемлекеттер триллиондаған долларлық қолдау көрсеткен екен. Келесі 2008 жылғы жаһандық қаржылық дағдарыс, яғни бұл дағдарыс қаржылық реттеуді күшейту, банктердің капиталдық талаптарын қатаңдату және макроэкономикалық саясаттарды қайта қарауға әкелді. Қаржылық дағдарысты болжау әдістері бұл кәсіпорынның болашақтағы қаржылық қиындықтардың алдын ала анықтауға арналған аналитикалық құралдар мен модельдер болады. Мұндай болжау басқарушыларға дер кезінде шешім қабылдауға және банкроттықтың алдын алуға мүмкіндік береді. Мұнда ерте ескерту индикаторлары бойынша экономикалық модельдер, стресс-тестілеу және нарықтық индикаторлар бойынша әдістері бар. Және де ең кең таралған әдіс бұл қаржылық коэффициенттері әдісі деп аталады. Ол кәсіпорынның қаржылық есептілігі негізінде көрсеткіштер талдайды. Негізгі көрсеткіштер яғни өтімділік коэффициенттері, қаржылық тұрақтылық және рентабельдік көрсеткіштер болып табылады.
Одан кейін көп факторлы модельдер бар. Бұл деп отырғанымыз банкроттықты болжау модельдері екен. Келесі дағдарысқа қарсы іс-қимыл стратегияларына тоқталайық. Бұл жерде ақша несие саясаты ол орталық банктердің кіріспелері, яғни негізгі мөлшерлемені төмендету, сандық жеңілдету, яғни өтімділікті ұсыну. Мақсаты несие нарығын қалпына келтіру болып табылады. Одан кейін фискалдық ынталандыру, бұл үкіметтік шығындарды ұлғайту, салықтарды төмендету, инфрақұрылымдық жобаларды іске қосу болып табылады. Реттеушілік шаралар бұл банктік капиталдық талаптарды күшейту, макропруденциалды саясат, яғни стресс тестілеу, жалпы жүйелік тәуекелді азайту болып табылады. Халықаралық қолдау бұл дүниежүзілік банк, аймақтық даму банктерінің көмегі, яғни ресурстарды біріктіру және саясатты үйлестіру болып табылады екен. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері бірнеше қаржылық дағдарыстарды бастан өткерді. 1998 жылғы Ресей дағдарысы, 2007-2009 жылғы жаһандық қаржылық дағдарыс, 2014-2016 жылғы мұнай бағасының құлауы. Яғни Қазақстан ұлттық банкі қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін макропруденциалды саясат құралдарын белсенді қолданады. Ұлттық қор экономикалық соққыларға төтеп беруді маңызды рөл атқарады. Соңғы жылдары банктік жүйені қайта құрылымдау, проблемалы активтерді шешу және реттеуді күшейту жұмыстары жүргізілуде. Қаржы нарығын дамыту 2030 жылдағы стратегияның басым бағыттарының бірі болып табылады екен. Қаржылық дағдарыстан алынған сабақтар бұл кәсіпорындар мен экономикалар үшін қателіктерді түсініп, болашақта тұрақтылықты күшейтуге бағытталған маңызды қорытындылар деп айтсақ болады. Яғни дағдарыстар тек шығын әкеліп қана қоймайды, басқару сапасында жақсартуға, тәуекелдерді қайта бағалауға, осылай тиімді стратегиялар құруға мүмкіндік береді. Жалпы қаржылық тәртіптің маңыздылығы бұл дағдарыс ең алдымен қаржылық тәртіптің әлсіздігінен көрсетеді. Яғни көп жағдайда кәсіпорындар осы кірістерге тым сеніп, шығындарды бақылауды әсер етеді. Нәтижесінде ақша ағындары бұзылып, қарыздар өседі. Сондықтан негізгі сабақ қатаң қаржылық бақылау мен жоспарлау жүйесін қалыптастыру болып табылады. Яғни бюджеттеу, шығындарды талдау және тұрақты мониторинг міндетті элементке айналу тиіс екен. Жалпы ақша ағындарын басқару бұл негізгі басты фактор деп айтсақ болады. Яғни көптеген кәсіпорындар пайда бар болса да ақшаның жетіспеуінен осылай дағдарысқа ұшырайды екен. Бұл жерде операциялық ақша ағындарын тұрақты бақылау, резервтік қаражат қалыптастыру бұл тұрақтылықтың негізі болып табылады екен. Енді тәуекелдерді басқарудың жалпы қажеттілігі қандай? Жалпы дағдарыс тәуекелдерді елемеудің салдарынан айқын көрсетіледі. Бұл жерде нарықтағы өзгерістер, валюта ауытқуы, сұраныстың төмендеуі, осы бәрінің алдын ала есептелуі тиіс. Жалпы бұл жерде тәуекелдерді жүйелі түрде бағалау және басқару қажет екенін білуге болады. Жалпы қарыз саясатының теңгерімді болуы дегеніміз не десек, бұл көптеген компаниялардың арзан несиеге сүйеніп, қаржы жүктемесін арттыратындығын білеміз. Яғни дағдарыс кезінде бұл үлкен қауіпке айналуы мүмкін. Бұл жерде алатын сабағымыз қарыз бен меншікті капитал арасындағы балансты сақтау болып тұр. Яғни қаржылық леверидж тиімді болуы мүмкін, бірақ шамадан тыс қарыз тәуекелді күшейтуі де мүмкін. Осы дағдарысты басқару шешімдерінің сапасын сынайтын бұл басқару сапасы және стратегиялық ойлау болып табылады. Бұл жерде жедел әрі дұрыс шешім қабылдай алмаған кәсіпорындар жалпы нарықтан шығып қалуы мүмкін. Сондай-ақ әртараптандырудың да рөлі бар. Бұл жерде бір ғана нарыққа немесе өнімге тәуелділік үлкен тәуекел болуы мүмкін. Дағдарыс кезінде сұраныс өзгерсе, кәсіпорын табыссыз қалады дейді. Бұл тәуекелді азайтып,
тұрақтылықты жалпы арттыруға мүмкіндік береді. Жалпы ақпараттардың ашықтығы мен талдаудың маңыздылығын айтып кетуге болады. Бұл жерде уақытылы және нақты ақпарат бұл дұрыс шешім қабылдаудың негізі болып табылады. Бұл енді қаржылық дағдарыс, бұл тек қиындық қана емес, сонымен қатар осы даму мен жаңарудың кезеңі деп те айтуға болады. Оның негізгі сабақтары бұл қаржылық тәртіп, яғни тәуекелді басқару, тиімді стратегия және икемділік деп айтуымызға болады екен. Сонымен тақырыпты қорытындылай келе, жалпы қаржылық төлем қабілетсіздігі мен дағдарыстар қазіргі заманғы экономиканың ажырамас бөлігі деп айтсақ болады. Яғни олардың себептерін түсіну, дамуын болжау және тиімді басқару бұл менеджерлер мен экономистер үшін өте маңызды дағды деп айтуымызға болады екен. Осымен тақырыбымызды аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.